Саясаттану пәні екінші дәрістің тақырыбы саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Жоспар бойынша қарастыратын сұрақтар: антикалық саяси ойлар, ежелгі шығыстағы саяси ойлар, орта ғасырдағы саяси ой, қайта өрлеу және жаңа замандағы саяси ой пікірлер, 20 ғасырдағы саяси ойлар. Адамзат қоғамы сынды ғылым мен білім, мәдениет пен әдебиет біркелкі дами қоймады. Тарихта белгілі ең алғашқы өркениеттіліктің ошағы болып, құлпырып гүлдену ежелгі шығыс, Мысыр, Вавилон, Үндістан, Қытай, Парсы елдеріне тән келді. 15 ғасырға дейін шығыс мәдениеті батыс мәдениетінен шоқтығы көш жоғары болып, өркениеттің үлгісін көрсетті. Ең алдымен математика, геометрия, астрономия, медицина сияқты нақты ғылымдар басымдылықпен дамыды. Антикалық саяси ой пікірлерге келетін болсақ, ол жерде көрнекті гректердің саяси ғылымға мол мұра қалдырған ойшылдары көп. Бірақ біз солардың ішіндегі ең көрнекті өкілдері Платон мен Аристотельге тоқталамыз. Платон атақты философ, Сократ мектебінде оқып, оның үздік шәкірті болды. Ұстаз қаза болғаннан кейін қатты қайғырып біраз елдерді аралады. Кейіннен Афинаға келіп, өз мектебін, академиясын ашты. Платонның 200-дей еңбектері бар. Олардың ішіндегі біздің заманымызға тікелей қатысы бар жеткен шығармалары: мемлекет, саясатшы, заңдар, софист және перменит және тағы басқа еңбектері еді. Платон адамдарды үш үлкен әлеуметтік жікке жіктеді: әкімдер, қорғаушылар, өндірушілер деп бөлді. Платон мемлекеттің құрылысты 5 түрге бөлді. Онда біз аристократия, демократия, олигархия, демократия және тирания деп бөлді. Бұлардың ішінде ең жақсысы аристократиялық мемлекетті жатқызды. Онда ақылдылық, парасаттылық билейді. Оның қағидалары адамгершілік, абырой, ар, намыс деп санады. Ерте гректердің ой пікірлерін одан әрі қарай дамытқан философ ол Аристотель. Ол 17 жасында әйгілі Платон академиясын іздеп келіп оқуға түседі. Оны үздік бітірген соң 20 жыл бойы онда ұстаздық жасады. Платон дүниеден өткен соң дүниеден озған соң біраз елдерді аралады. Біздің заманымызға дейінгі 342-40 жылдары Македония патшасы 2 Филипптің шақыруымен оның баласы, болашақ император Ескендірді тәрбиеледі. Кейін Афинаға оралып, өз мектебін лицейді ашты. Осы мектепте ол бірінші рет саяси ғылымды пән ретінде кіргізіп, өзі сабақ берді. Аристотельді саясаттанудың әкесі деп айтуы да осыдан. Саясаттануға қатысты Аристотельдің саясат, афиналық полития, этика, риторика деген еңбектері бар. Аристотель саясатқа кең мағына берді. Оған этика мен экономиканы енгізді. Саясатты адам мен мемлекеттің жоғары игілігі және мақсаты адамды, мемлекетті жақсы тұрмысқа, молшылыққа, бақытқа жеткізу деп білді. Ежелгі шығыс саяси ойына келетін болсақ, саяси ілімдер тарихи адамзат өмірінде ерекше орын алатын қажетті ғылыми мәдени мұра болып табылады. Ғасырлар бойы жинақталған, зерттелген қоғамның пайда болуы мен дамуы олардың саяси жүйелерінің қызметтері туралы мол мағлұмат берді. Біздің заманымызға дейінгі ежелгі египеттердің, қытайлықтардың, үнділіктердің, гректердің, римдіктердің әлеуметтік саяси түсініктері діни аңызға негізделген сипатта болды. Олардағы үкімет билігі, басқару тәртіптері көбінесе Құдаймен байланысты нысандандырылды. Кейін келе біздің заманымызға дейінгі 8-6 ғасырларда сол кездегі қауымдық мемлекет биліктік құқыққа қатысты және пікірлер пайда болды. Бұл негізінен Заратустра, Конфуций, Моций, Будда ілімдермен байланысты болды. Ежелгі Қытайдың ойшылы Конфуций ерекше саяси этикалық білімнің негізін қалаушы болды. Ол біздің заманымызға дейінгі 551-479 жылдары өмір сүрген. Оның ілімі бойынша аспан әлемі күштері бұйрығымен өмірмен адамдардың қоғамдық қызметі, әрекеттері арқылы жүзеге асады деген. Конфуций ілімінің бірі негізі жен, адамгершілік, адамды сүю мағынасын білдіреді. Адамгершілік белгілері де аспан әлеміне бағынышты. Ол ли концепциясын этикет, инабат деген ұғымға салды. Конфуций жен адамгершіліктің мазмұны, ал ли оның жүзеге асырудың жолдары деп түсіндіреді.
Оның басты саяси бағдарламасы қоғамның мүшелерінің әрқайсысының өз міндеттерін қатаң сынауы деді. Бұл мемлекет басқарудың аристократиялық түріне жататынын да айтып өткен еді. Конфуций іліміне қарсы пікір айтқан ертедегі ойшыл Моци біздің заманымызға дейінгі 479-381 жылдары өмір сүрген. Халық мүддесін қорғаушы ол адамдардың өздерінің келісіп құратын мемлекетін жақтап, сол туралы көзқарасты ұсынды. Оның ілімінің басты принципі адамдардың бір-біріне деген сыйластығы, осындай қатынас арқылы қоғамдағы кез келген дау-жанжалдарды шешуге болады деу. Бұл халық пен мемлекеттің басшысының арасындағы өзара келісімнің болуы басқарудағы ең басты принцип деп таныды. Моци сіздердің алдарыңызда өмір сүрген жылдар 479-381 жылдары. Ал Лао Цзыға келетін болсақ, Дао Цзи негізін салушы Лао Цзи. Оның ілімінде еңбекшілердің мұң-мұқтажы жан-жақты қарастырылды. Бұл ілім бойынша әлемдегі құбылыстардың барлығы қозғалыста болып, қайшылықтар арқылы шешіледі деген екен. Орта ғасырдағы саяси ойшылдарға келсек, саяси ой тарихында орта ғасырдың феодалдық қоғамның оның орны ерекше. Батыс Еуропа феодализмі 1000 жылдан артқа созылды. Бұл дәуірде рухани өмірде дін түгелдей үстемдік етті. Христиан діні феодалдық қоғам көзқарасының өзегі, біртұтас христиан мәдениетінің негізі болды. Бұл заманда христиан дініне көп еңбек сіңірген Аврелий Августин еді. Бұл христиан философиясының негізгі қағидаларын зерттеп жетілдірді. Оның негізгі көзқарастары Құдай қаласы туралы деген еңбегінде баяндалған. Христиан дінінің саяси теориясын жасап, шырқау шыңына көтерген монах фома Аквинский болды. Әйгілі араб ойшылы Ибн Халдун өзінің тарихқа кіріспе деген еңбегінде қоғам мен билік түрін ғылыми түрде талдаған. Адамның 33 жануардан айырмашылығы бұл сол билікті қажет етеді деген пікір айтқан. Оны осы пікірі екі түрлі саяси қағидаға негізделді. Бірі қоғамдық топтардың өзара дау-жанжалдарын шешудің қағидасы болса, екіншісі басшы топтардың билігін шеберлігін айналу түрлерінің қағидасына айналды. Қайта өрлеу және жаңа заман саяси ой пікірлеріне келетін болсақ, қайта өрлеу Батыс Еуропа ортағасырлық тарихи және маңызды оқиғалардың бірі болып табылды. Оның негізі мәні үстемдік еткен барлық анархизмге бет бұрған феодалдық құрылыстан жол түзеу еді. Оның саяси көзқарастарын билеушілердің басқару туралы теологияның жиынтығы деген еңбектерін көрініс тапты. Аквинский өз шығармаларында Аристотельдің көзқарасын католик дінінің қағидаларына бейімдеуге тырысты. Фоманың ойынша билік Құдайдың құдіретімен орнайды және оның бұйрығымен жүзеге асырады деп айтқан еді. Қайта өрлеу дәуірінің гуманисі Томас Мор өзінің утопия аралығындағы мемлекеттік үлгі құрылысы туралы ойларын өзек етті. 17 ғасырда буржуазиялық революция Европа көлемінде ең бірінші Англияда болды. Ол феодализмға күресте соққы беріп, капиталистік қатынастарды тез дамуына жол ашты. Бұл дәуірде көрнекті өкілдерінің бірі ағылшын ойшылы Томас Гоббс еді. Оның ойынша мемлекет қоғамдық келісімнің негізінде жалпыға бірдей бейбіт өмір сүру мен қауіпсіздікті сақтау үшін пайда болды. Француз ағартушысы Монтескье заң рухы деген еңбегінде мемлекеттің даму заңдылықтары саяси билікті жүзеге асырудың айқын ықпалы деп айтты. Оның ойынша саяси ойлар тарихында қосқан үлесі билікті бөлу теориясы болды. Француз ағартушысы Жан-Жак Руссо азаматтық тұжырымдама халықтың егемендігі мәселесін көтерді. Руссоның ойынша үкімет билігі халықтың деректерімен және қаулысымен орнайды. Руссо толық билік мемлекеттің егемендігі халықтың қолына көшуін жақтады. 20 ғасырдағы саяси ой пікірлерге келетін болса, қазіргі замандағы саяси тұжырымдамалардың өзі бірнеше ағымға бөлінеді. Олардың ішіндегі негізгілері психоаналитикалық тұжырымды, технократизм және либерализм, консерватизм және неоконсерватизм, анархизм және фашизм деген топтар. Психоаналитикалық ағымның негізін қалаушы австриялық дәрігер
психиатр Зигмунд Фрейд. Бұл ағымды басты мәселе дені сау адамның бейсаналық іс-қимылдарының өмірдегі орны мен рөлін, маңызын көңіл аудару және бейсаналы құбылыстар туралы теориясын Зигмунд Фрейд саяси процестерді, мәдени әлеуметтік қатынастарды және әдеп ғұрыпты түсіндіруге қолданды. 20 ғасырдың 60 жылдарында батыс саясаттану ғылымында жаңа бағытталған неофрейдизм пайда болды. Так, келесі пысықтауға арналған сұрақтар және қолданған әдебиеттер. Анда жерге қойған жоқ терминдерді. Тілін жаңылысып қалдым.